Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Біздер соғымға жылқы сойдық, даладан сүйектер шабылып, бұтарлап, дайын болғаннан кейін, осылай сарайға дастарханның үстіне тасып төгіп алдық. Енді осы бөшкеге еттерді тұздап, қақпағын жауып қойдық. Тұзы сіңіп, бір күн тұрады. Бір күннен кейін етті сарайға жіпке немесе ағашқа іліп жаятын боламыз. Енді жылда соғым сойғанда біздер қуырдақты мол қылып, екі бөлік қылып істейміз. Сол әдетіміз бойынша қуырдақты турап, өкпе бауырын, бөтекесін, жүрегін турап, қуырдақ істедік. Қазанға сұйық майды құйып, алдымен жуаны қуырып алдым. Қуырдақтың екінші бөлігін суғаннан кейін пакеттерге салып, я болмаса пластмасс ыдыстарға салып алып, морозильникке қатырып қоям. Асыққан кезде ыстып жеуге, я болмаса қуырмашқа қосуға, картоп қосып қуыруға өзіме өте ыңғайлы. Сол себепті жылда осылай морозильникке қатырып қоям. Жуақ қуырылғаннан кейін етті салып, татымына қарай тұз қостым, көз мөлшермен араластырып, астын қаттырақ ашып қойдым. Бір қайнағаннан кейін тағы да араластырып, баяу отта қоямыз. Енді жалпы соғым сойғанда біздер қуырдақпен қатар ет асамыз. Екінші қазан көтеріп, ет салып, етті де қайнатып қойдым. Бір қайнағаннан кейін көбігін алып, әдеттегідей, оны да астын баяу отта қойдым. Енді қуырдағымыз да, етіміз де өзінің бабында қайнап жатыр. Оған дейін уже кеш болып кеткен светті қосып, біздер шек қарын тазаладық. Шек қарынды жуып, іші сыртын жуып тазалағаннан кейін, енді иісі болмау үшін, іші сыртындағы кілегейлерін, шырыштарын алу үшін тап-таза қарға қарынды іші сыртын айналдырып, қайта-қайта ұрғылап, осылай үйкелеп тазалап алдым. Ешқандай иіс та болмайды, дәмі де болмайды. Одан кейін қарын тазалап болғаннан кейін енді ішекті, ішін сыртын жуып, ішіндегі суын төгіп, ішекті да осылай қарға ұрғылап, үйкелеп, ішекті да жуып тазалап алдым. Ешқандай лимон қосудың, ешқандай тұзға жуудың қажеті жоқ. Жуып тазалағаннан кейін, салқын суға жуғаннан кейін, осындай іші сыртын қарға үйкелеп алсаңыз, іші сыртындағы кілегейі де, шырышы да, дәмі де, иісі де бәрі де кетеді. Тап-таза әппақ болып, қайтадан салқын суға жуып, қазысын айналдырып, шек қарынды қайтадан тұздап іліп қойсаңыздар болады. Мен осы әдетті жылда осылай жасаймын. Күн салқын, қолым жуыспай, сонда да жуып тазалау керек. Мен ішекті барлығын жуып болғаннан кейін табаққа салып, енді қайтадан үйге апарып салқын суға жуып қойдым. Оған дейін қуырдағымызда, етімізда барлығы да дайын болды. Қуырдағымыз, соғымыз сүйкімді болсын. Майлы, өте дәмді, үстіне жуасын турап, осындай қылып қуырдағымызды жеп алдық. Қуырдақ жеп болғаннан кейін енді етке дейін қазын айналдырып алдық. Қаз айналдырып жатқанымды түсіре алмадым. Өзім болғандықтан қазына айналдырып, табаққа салып, бұны да бір күндей бетін жауып қоя тұрамыз. Соғым сүйкімді болсын.